Енді бүгінгі бес асыл ұлттық өнер сайысының келесі үлкен байтақ өнерінің бірі ол жыршылар сайысы. Біздің кешегі Алпамыс, Қобыланды, Қозы Көрпеш Баян Сұлу, Қыз Жібек секілді эпикалық, лира эпистік жырларымыз, сонау бабаларымыздың таңды таңға ұрып жырлайтын, тәуліктеп сөйлесе де жағыт алмай жырлайтын үлкен мұраларымыз Құдайға шүкір бүгін дамып өркендеп келе жатыр. Соның бірден бір дәлелі қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде керемет жыршыларымыз бар. Мен ортаға екі команданың жыршысын шақырамын. Астана командасының жыршысы Түрікпен Күнсұлу. Алматы командасының жыршысы Уатхан Шаттық қарсы алыңыздар. Түбі бір түркі халықтарына ортақ қазына көріғылы жырынан үзінді тыңдаңыздар. Әлқисса атақты Толыбай сыншының баласы Раушанбек жаудың елі Қызылбастың қолына түсіп, екі көзінен айырылыпты дейді. Екі көзінен айырылса да ат сыншылығы басым болса керек. Өткен аттың дүбірін құлағымен естіп, сол жаудың жерінен өзінің тумаласы Гажденбекті тауып, есіміз барда елімізді табайық, бүйтіп жүргеніміз болмас деп, өзінің Мысыр шәрі Түрікмен еліне қарай шауып бара жатқан жер екен дейді. Тіл қатты сіз кеткен соң біз ғарип жүреміз кімге алданып, ортамызда бала
да жоқ қасіретленіп бұрланып еғылайын жүрмедеп аяғыңа шырмалып жол жүрсеңіз жылдам жүр жазғанын хақтың көріңдер қор болып қайғы көргенше көкірегіңді қан қылып тапсырдым хаққа аманат болмасын жолда жаманат түрікмен елге барғанша сақтасын пірлері саламат сақтасын пірлері саламат түнектен шыққан тұлпарға екеу ара мінгесті хабарсыз қалсын қызылбаш жылдамырақ жүрдесті жетіп келсе диуалға қамалап тұрған қарауыл жаны бар адам жүрместі қару жарақ үстінде қалай болды бұл десті өзі дұшман болған соң өтінгенмен берместі тәуекел етіп тәңірге қарғы тайып келдесті жаппар егем жары болса ақымақ қанша үргенмен ақтың оты сөнбесті осылайды екеуі кейін қайтты шегініп мың қадам жерге барғансын қайта салдай бекініп қамшы ұрды тебініп санына қамшы тиген соң ышқынды тұлпар желігіп ортасынан салған соң қамалап тұрған қарауыл атуға мылтығы жарамай бір айғырдың боғындай қала берді төгіліп тұлпардан туған жануар оқ жыландай атқанда жеті қабат диуалдың ар жағына бүркітті бірақ шаңы көрініп қарғып түскен бойымен желе шоқтып жөнеді артымнан қуып келер деп асылау айым жемеді-ай дарбазабан бір жігіт осындай біреу кетті деп патшаға хабар береді шағдатқан сонда уадарих деп тісіне тісін кезеді заты басқа демесең кешегі соқыры түрікмен артықшасын жиыреді-ай қапыда қалдым өлтірмей құдай айдап кебеді көзін ойып алған соң батқан шығар жанына ер болса шыдап тұрам намысым менен арына өзі сыншы болған соң диуана мінген торыны түнекте байлап семіртіп келтірген шығар бабына жеті қабат диуалдан қабат қарғып өткен ай ұқсайды екен япырмай тұлпардың нағыз адына егер тұлпар болмаса өңді емес бұл қарғыс бұл шәһәрдің малына мирақорлары қайдасың сұрмен шағыр алып кел қумақтың кіріп қамына басқа жылқы барған мен ере алмас оның шаңына алып келді мирақор сұрменен еттеп шағырды шамасы бар ма шаппасқа ай бермеспіз деген арымды қару жарақ тағынды жүректері қабынды екеуі де ереді заманында дұшманға ай бермеспіз деген арымды аңғарып көр
деп атына қатты етті сәбірдей. 3 күн 3 түн болғанша бір көрмеді дамылды. 3 күн 3 түні өткенде күн тал түске жеткенде қызыл бастар көреді бір белестің үстінде бұлдыраған сағымды. Ей бұл сағымды көрген соң жеткізе Құдай мені деп атының басын төгеді. Раушанбек пен Гажденбек тұлпардарды қинамай желе шоқты келеді. Қайдан білсін Қызылбас қуып жеттік деп еді. Шынымен шапса тұлпардың жеткізбек түгіл дұшманға білінбес еді. Қошемет ардақты ағайын, енді Алматының жыршысы Шаттық Қуатханға кезек берейік. Армысыздар ардақты ағайын. 6-7 минуттан асырмаңыз. Армысыздар ардақты ағайын. Күллі түркі халқына ортақ қазақ тарихының ғасырлар бойы тарихымен өшпес рухының айнасы болып келген эпосымыздың озығы үздіктерінің бірі ол Алпамыс батыр дастаны. Бұл Алпамыс батыр дастанында тек батырлық емес, елдікпен, ерлікті, ынтымақпен, бірлікті, махаббатпен, адалдықты жырлайды. Ендеше Алпамыс батыр дастанынан үзіндіні қабыл алыңыздар. Талай ғасыр өтті ғой, тарихқа басқан таңбаны, аулақта қалды қанша жыл, алаш болғалы, алаша таққа қонғалы. Соған куә тарихтың тарам-тарам жолдары, сабынды көл өзенмен, сағымды бел орманы, шежірешіл тау куә шөккен нардай жондары. Баяғы өткен заманда, дін мұсылман наманда, жиделі байсын жерінде, Қоңырат деген елінде, бай бөрі деген бай бопты, төрттілігі сай бопты, 90 мың екен қарасы, мұрындық ноқта тимеген, түйешілер мінбеген, 80 мың екен маясы, шұрқырап жатқан бір жылқы, тоғай сайын мың жылқы, есебі жоқ көп жылқы. Жиделі байсын даласы, өз алдына бір бөлік, торысы мен қарасы, аңдай болып көрінген бозым менен аласы. Қаншама бай болса да, жоқ еді ердің баласы, Алланың өзі бермесе пенденің барма шарасы. Атадан жалғыз ер еді, еңіреген ердің бір еді, жоқ еді іні ағасы. Құлтай деген туысқан, небере мен шөбере, екеуінің арасы. Азырақ баян етейін, азырақ баян етейін, құлақ сап бұған қарашайын. Сол вақыттар болғанда, 80-ге жасы толғанда, кетем деп байқұс арманда, қайғылы болып қамықты, перзентсіз болып қалғанға, құбыллаға бас беріп, екі көзге жас беріп,
бай бөрі қаққан алыда алмадым құдай жанымды бір баланың жоғынан ағайын жейді малымды айналайын атыңнан жаратқан жаппар құдайым бір баланың жоғынан зорлық қылдым маңайым үкім қыла сөйлейді баласы көп ағайын көретін көзім көр болды көзімнің жасын құдайым досым да кетті қашық боп сүйегім кетті жасық боп көретін көзім көр болды бір перзентке асық боп аққан жасын тия алмай перзенттің зары өтеді баласы жоқ адамның әркімге ақы кетеді бай бөрі қубас деген сөз сүйегімнен өтеді айналайын атыңнан жаратқан жаппар құдайым перзентке зарғып қойғанша жаратпасаң не деді бай бөрі осылайша жүрді жылап құдайдан күндіз түні бала сұрап сүйегі сырқырайды бай бөріге бұл сөзді естіген жан салып құлақ көз жасы бай бөрінің бетін жуды көрмей ақ кетем бе деп үйден туды сол күні құлтайының аяқ салған тезекші қара күннен бір ұл туды бай бөрі осылайша ойлай дойды қайғының ішіндегін бәрі қуды балаға таңсық болып жүрген байқұс үйінде алып келіп қылды тойды туғандай тумаса да қылайын деп ұлтан деп ол баланың атын қойды бір түрлі болды нұсқасы бұрымды мынау баланың алдым жақсылар алдымдағы жақсылар келбетіне қарасаң кеудесі болды кепедей мұрны болды төбедей күректісі кетпендей кеңірдегінің тесегі жүгіммен түйе өткендей құлағы болды қалқандай мұрнына қарасаң сағымданған талқандай басқан ізін қарасаң көрінеді оттың орнындай аузы үлкен ошақтай азу тісі пышақтай иегі бар сеңгердей бір батыр болды сол күндай ер жеткен соң күнін ай малда жанда нең бар деп намаздыгер болғанша жолатпай қойды үйін ай бай бөрі байдың бәйбіше жарының аты аналық жылай берді зарланып көрмедік деп самалық жасымыз болса кеп қалды енді қандай қылалық мақұл десең алғаным алаша төсек салғаным әзіреті сұлтанға екеуміз де баралық әулие берсе керемет болар ма екен жаңалық бермесе құдай шаране далада өліп қалалық мақұл көріп бай бөрі қойдан алды қошқарда басқа малды тастады басына құдай салғасын екі көзін жастады бәйбіше барат аңырап қоздаған қойдай маңырап қазына аузын ашқалы таратты алтын күмістен қалғанынша мысқалы алтын күміс аттырып асыл кілем жаптырып түйеден алды бураны қаны қашып бетінен реңі жаман бұрады сәрсенбі күні сәскеде жүрмекке қосын шығарды қонсылары жиналып қош айтысып шулады бірін бірі қия алмай не қыларын біле алмай бір күндік жерге шұбады сол уақыттар болғанда күн төбеден өткенде бесіндікке жеткенде бір төбенің басында үркердей болып тұрады байеке болсын жолың деп қабыл болсын мұның деп қалғандар дұға қылады әлқиса рахмет уақыт болды құрметті ағайын бір дүрілдетіп қол соғайық жыршыларға әрине біздің жыршыларымыз арқан керіп тоқтатпасаң сағаттап тәуліктеп жырлай беруге дайын дей тұрғанменен уақытқа бағынуымыз керек Алматы командасының және Астана командасының осы таңды таңғырып жырлайтын жыршыларына бір қошемет көрсетіңіздер. Ал енді екі жыршыға өзінің ойын саралап бағасын беру үшін Қазылар алқасының мүшесі, заманымыздың үлкен даңғайыр жыршысы Әділбек Саринға құлақ түрейік. Бүгінгі болып жатқан мынау бес асыл үлкен айтыс жобасы керемет. Оның ішінде міне Күнсұлу мен Алматының үлкен жыршысы Шаттық өте керемет орындады. Күнсұлу орындауында мін жоқ, мақамдары керемет. Бірақ анау арқадан келіп тұрғасын, арқаның мақаммен айтатын бір адам келу керек еді. Оның жырында, сөзінде, орындауында оған Күнсұлудың
кінәсі емес. Бұл осы команданы ұйымдастырып алып келген адамдардың кінәсі деп ойлаймын. Сондықтан да сол арқаның әуені естілмегеніне, Ақмола облысында үлкен жыршылар бар, жыраулар бар. Солардың сөздерімен алып келгенде дұрыс болады деп ойлаймын. Бұл ереже, бұл айтыстың ережесіне сай. Ал Алматы өңірінің жыршысына келетін болсақ, өте керемет мақамдарын бір мақаммен айтпай бірнеше мақаммен қозғап, сондықтан да Астанадан келген Күнсұлудың бағасы 9 дейміз, және Алматы 10 береміз. Бұл тағы да ескертіп қояйын, бұл Күнсұлудың кінәсі емес. Күнсұлу бүткіл әлемге жырлап жүрген жыршы үлкен, бірақ сол өңірдің бір жыршысын алып келу керек еді. Сол мақам үшірді естілу керек еді. Бізде қазақта шығысы бар, батысы бар, оңтүстік, солтүстігі бар. Әрқайсысының өзінің мақам саздары болады. Сол мақам саздарына салса, бұл жанрдың 5 асылдың одан сайын шамы одан сайын жанар еді деп ойлаймын. Рахмет, рахмет. Құрметті жыршылар, сіздерге рахмет. Төрлетіңіздер.